Аслан Рашидович Усоян бұл Ресейдегі ең ықпалды қылмыстық авторитет. Хасан Ата лақабатты Аслан Усоянды Ресейдің өзіндік бір Аль Капонесі деуге болады. Ата деген лақабаты болғанымен, ол мүлдем мейірімді ата болмаған. Өйткені кезінде нәтижесінде жүздеген адам өлген қылмыстық топтарының қанды соғыстарының басында осы Хасан Ата тұрған. Хасан Ата кім? Оның саясатпен байланысы қандай? Неліктен одан жұрттың бәрі қорқып құрметтейтін? Аслан Усоян 1937 жылы 28 ақпанда Грузияның Тбилиси қаласында дүниеге келген. 16 жасында ол ұры болды, ал 18 жасына толғанда карманник вор болды. Аслан қызметтік міндетін атқару кезінде қызметкерге күш көрсеткені үшін бірінші рет 1,5 жылға бас бостандығынан айырылды. Темір тордың ар жағында Усоян өзін папанятием ұстады. Сол үшін 20 жасында Тбилиси ұрыларынан вор в законе атағын алды. Дәл сол кезде ол Хасан болды, бірақ әлі ата болып үлгермеді. Хасан бірнеше жылдан кейін ауыр бандитизммен айналыса бастады. Ол жасырын кәсіпкерлерді, яғни цеховиктерді тоналды. Усоян мен оның сыбайластары полицияға бармайтындарын біліп, бай грузиндерден ақша боп салаған. Бірақ бір күні олар алдын ала дайындалған торуылға тап болды. Нәтижесінде Хасанның серіктесі өлтірілді, ал қарақшының өзі 5 жылға түрмеге жабылды. Осы мерзімді өтеу кезінде ол алғаш рет ұрылардың ережесін бұзған. Бұл бастапқы мерзімінен бұрын түрмеден шықпау, яғни шартты түрде мерзімінен бұрын босау қағидасы болатын. Ол мұндай тыйым салудың еш мәнін көрмегендіктен түрмеден 1 жыл ерте шықты. Хасан шартты түрде мерзімінен бұрын босатылғандықтан Усоянды ұры деп танудан бас тартқан Тбилиси ұрыларымен қиындықтарға тап болды. Бұл келіспеушіліктер Хасан 1966 жылы алып сатарлықпен келесі түрмеге жабылғанға дейін созылды. Мұнда бұрын сонды болмаған оқиға орын алды. Хасан түрмеде жатқанда оған ұрылар тағы да тәж кигізді. Алдын мұндай жағдай болмағандықтан басқа ұрылар оны атағын сатып алды деп айыптай бастады. Бірақ бұнымен бітпеді. Ол тәж кигеніне қарамастан қайтадан түрмеден шартты түрде босатылды, яғни ертерек. Ал ұрылар әлемінде мұны істеуге тыйым салынатын болған. Бостандыққа шыққан Хасан бұрынғы жолына қайта оралып, цеховиктер мен ауқатты адамдарды тонауға кірісті. Бірақ ендігі жолы Грузиядан тыс жерлерде де. Ол қол астындағылар мен тапшы тауарларды өз бағасынан бірнеше есе артық алып сатып, алаяқтықтың басқа түрімен айналысқан. Кезекті рет ол жалған алтын монеталарды сатқан үшін сотталды. Жоғары сот Аслан Усоянды 15 жылға бас бостандығынан айырды. Осы кезеңде ол Ресейдің әртүрлі қалаларында және әртүрлі түрмелерінде болды. Тағдыр әмірімен ол вор законеларды сындырған атышулы Аққу колониясына түсті. Онда заңды ұрылар атақтарынан бас тартуға мәжбүрленіп, жан-жақты қысымға ұшырады. Тіпті өлім жітімде болды. Бірақ Хасан икемді болды және бұл оны құтқарды. Кейбір вор законелар жедел уәкілдермен ынтымақтасуға болады деп санағандықтан Хасан бірден атағынан бас тартты. Осының арқасында ол түрмеде тірі қалды. Ол титулынан бас тартқандықтан кейбір қамаудағылар Хасанды мүмкіндік бола қалса өлтіруге шақырып, оның артына түсті. Сол араздықтан бір қамаудағы топтан екіншісіне жіберілген хат та сақталған. Әдеттегідей, Усоян түрмеден шартты түрде мерзімінен бұрын шығатын болған. 90 жылдардың ортасына дейін ол Уралда тұрды, бірақ кейінірек Санкт-Петербургке көшті. Осы уақытқа дейін Хасанның беделі жоғары болғаны сонша, ол ұрылар әлемінің өзара қырқыстарында төреші болды. Биліктен жіберілген адамдарға қарамастан, Хасанды 1995 жылы Сочиде тағы бір қылмыстық жиын кезінде ұстағанымен, оны қайтадан түрмеге жіберу мүмкін болмады. Дәл сол кезде Хасанның қылмыс мансабындағы басты жетістіктерінің бірі орын алды. Хасан Ата ұрылардың ортақ қорының иегері болды, яғни общактың. Мұның бәрі ортақ қордың бұрынғы иесі Ресейді тастап Америкаға қоныс аударуының арқасында болды. Бұл япончик ретінде танымал Вячеслав Иванков болатын. Әрине, ұрылардың ортақ қорында сақталған сома қатаң сақталатын құпия, бірақ бұл $100 миллион деуге негіз бар. Ол қол астында кез келген уақытта оның бұйрығын орындауға дайын тәжірибелі киллерлер тобын ұстады. Олардың арасында қылмыс әлемінде қасқыр атанған атақты өлтіруші Владимир Волков болды. Хасанмен жұмыс істеу үшін Волков Татарстандағы түрмеден қашып кетті. Біраз уақыттан кейін ол бір кездері Усоянмен қақтығысқан көптеген қылмыс басшыларын өлтірді деген айыптар айтылды. Заңды ұрылар Рудольф пен Владимир Агановтар Хасанды жалпы қордан $850 мың ұрлады. Оған қоса түрмеде отырмаған адамдарға ұры атағын берген деп айыптағанда нағыз қанды соғыс басталды. Мұны істеуге тыйым салынған болатын. Хасанның адамдары өлтіргендердің барлығын санамалаудың да мәні жоқ. Олар Агановты қызу қолдағандардың барлығына оқ жаудырды. 1996 жылы қасқыр ағайынды Агановтар келе жатқан көлікті атып кеткен. Осыдан кейін бірден Рудольф Аганов көлікті атып түсірген кісі өлтірушінің анық суреті үшін $30 мың сыйақы жариялады.
Айтпақшы, осы қырқыстар кезінде Усоян, яғни Хасан ата қамауға алынып, ол 1 ай кресті тергеу изоляторында болды. Оның үйінен 2 келі зергерлік бұйымдар мен $400,000 жуық ақша табылды. 97 жылы Усоянның жақтаушысы Ванюк Караказянды полиция киіміндегі адамдар ұрлап, ауылға апарып аяусыз азаптап, кейін бетон қабырғаға салып қалып өлтірген. Бұл соғыста Хасанның адамдары да Агановтар жағы да қаза тапты. Қылмыстық жиналыстардың бірінде Агановтар Усоянның тәжін шешіп тастаған. Бірақ Усоянға бұған бәрібір болғаны соншалықты, ол заңды ұрылардың титулдарын басқа қылмыскерлерге таратуды жалғастырды. Олардың соғысы кезінде кем дегенде 156 қарақшы өлтірілді. Бірақ қарапайым халықты зардап шекті. Мысалы, Мәскеуде лифттен кездейсоқ шығып қалып қаза тапқан бірнеше зейнеткер. 1998 жылы Хасанның өміріне қастандық жасалды. Ол Сочидегі мейрамханада түскі ас ішіп отырғанда өлтірушілер жүгіріп кіріп оқ жаудырды. Усоян әп-сәтте үстелдің астына құлап, бұл оны өлімнен аман алып қалды. Оны Шереметьевода ұстаған жедел қызметкерлер бұл соғысты тоқтатуды талап етті. Полицияда Хасанды бөлімшеге апарып, онымен сол жерде сөйлесуге тікелей себеп болған жоқ. Сондықтан оның қалтасында есірткілік заттар табылды. Бірақ табылған есірткі мөлшері өте аз болды. Сондықтан олардың кесірінен ол ешқандай жазаға ұшырамады. Шамасы, ол құқық сақшыларына бұл соғысты тоқтатуға уәде берді, бірақ соңғы сөз құқығын өзіне қалдырды. 1999 жылы 6 жендет Рудольф Агановты $50,000 атып, оған 40 оқ атқан. Оның інісі 30 жылдан кейін дәріні артық мөлшерде қабылдаудан қайтыс болды. Сонымен бұл соғыста Хасан ата жеңіске жетті. Келесі үлкен соғыс Сочиде қысқы олимпиада өтетіні белгілі болған кезде қылмыскер Таро арасында болды. Қылмыс әлемінде Хасан Сочиді толығымен басқарды, және ол олимпиадаға бөлінген бюджетті ешкімнің көмегінсіз игермек болды. Бірақ бұл екіншісіне ұнамады, сөйтіп тағы бір соғыс басталды. Оның барысында Тароның жақтастары қайтыс болды. Тароның өзі ауыр жарақат алды. Соның салдарынан мүгедектер арбасына таңылды. Хасанның жақтастары да зардап шекті. Ресей тарихындағы ең ықпалды қарақшылардың бірі япончик асқазанына бірнеше рет оқ тиіп қайтыс болды. 2010 жылы Хасанның өміріндегі тағы бір қастандық жасалды. Содан оның 2 оқ қағарына да өзінің де тура ішіне тиді. Ол дәрігерлердің еңбегінің арқасында ғана аман қалды. Бұл Хасанның мансабының құлдырауына серпін берді. Алдымен ол Абхазияға сауығып кету үшін барды. Ал қайтып оралған соң Мәскеу түбіндегі бір үйге қоныстанып, барлық өкілеттіліктерін мұрагеріне берді. Хасан атаның ықпалы әлі де елеулі болып қала берді. Ол ұрылардың ісін басқаруды жалғастыра берді. Хасан атаның мәскеулік ескі фаэтон мейрамханасында түрлі пікірталас өткізуді жөн көретінін бәрі білетін. 2013 жылдың 16 қаңтарында Хасан мен оның 2 оққағары мейрамханаға келді. Бірақ өлтіруші басшыны күтіп тұрған. Көліктен түсіп мекемеге беттегенде қарама-қарсы үйден оқтың дауысы естілді. Бір оқ Хасанның мойнына, екіншісі арқасына тиіп, мекеменің даяшысы да аяғынан жараланған. Алдыңғы қастандықтан кейін Хасанды аман алып қалған аурухананың дәрігерлері шарасыз болды. Өйткені оқ ұйқы артериясына тиген. Хасанды енді құтқару мүмкін болмады. Хасан атамен қоштасу түнде өтті. Бір нұсқаға сәйкес, бұл қылмыскермен қоштасуға келген адамдар танылмауы үшін жасалды. Өйткені олардың көпшілігі федералды іздеуде болған. Осындай қоштасуға келгендерді анықтау үшін барлығын видеоға түсірген жедел іздестіру қызметкерлер тобы да келді. Қабірге үлкен гүл шоқтары қойылды. Содан кейін оған гранит ескерткіші орнатылды.